Hayırlı күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы танысқаныма қуаныштымын. Грамматикалық тақырыбымыз сан есім. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Ат, есім, танысып қой, танысып қойыңыз, танысқаныма қуаныштымын, бұл, қыздар, қарағым, үй телефоны, нөмір, сау бол, сау болыңыз, амансыз ба, сабағың қалай, кіруге бола ма? Иә, болады. Шығуға бола ма? Жоқ, болмайды. Бірінші тапсырма. Қажетті әріптерді қойыңыз. Тексеріңіз. Менің, кім, танысып қойыңыз. Танысыңыз. Сенің, ат, танысып қой. Екінші тапсырма. Сөздер мен сөйлемдерді кесте бойынша бөліңіз. Тексеріңіз. Сұрақ, қалың қалай? Шығуға бола ма? Өзіңше. Қалайсыз? Қалай? Кім? Не жаңалық бар? Кіруге бола ма? Жауап. Жақсы. Ешқандай. Рұқсат. Болады. Танысу. Танысқаныма қуаныштымын. Танысып қойыңыз. Танысып қой. Үшінші тапсырма. Сәйкестендіріңіз.
Тексеріңіз. Сәлем, сәлем. Қалайсың? Жаман емес. Сенің атың кім? Менің атым Арман. Оның аты кім? Оның аты Самал. Не жаңалық бар? Жаңалық жоқ. Танысып қойыңыз. Танысқаныма қуаныштымын. Кіруге бола ма? Иә, болады. Немесе жоқ, болмайды. Шығуға бола ма? Иә, болады. Немесе жоқ, болмайды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы. Төртінші тапсырма. Сөздер қай суретке сәйкес келеді? Тексеріңіз. Көргеніме қуаныштымын. Жолыңыз болсын. Қалың қалай, балам? Сәлем, Айбек. Сәлеметсіз бе, Ольга? Жұмысыңыз қалай? Танысқаныма қуаныштымын. Кездескенше, қыздар. Бесінші тапсырма. Оқыңыз. Ғы. Қарлығаш. Ғалия. Айғаным. О. Нұржан. Ұлжан. Жұлдыз. А. Сырым. Арысты. Айдын. Таңат. Аңсар. Шыңғыс. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз сан есім. Сан есім заттың санын, саналу ретін, мөлшерін білдіретін сөз табының бірі. Сұрақтары: қанша, неше, нешеу, нешінші? Алтыншы тапсырма. Телефон нөмірін жазыңыз. Менің атым Сырым. Менің телефон нөмірім 2 22 35 30. Менің атым Самал. Менің телефон нөмірім 2 72 40 55. Менің атым Дана. Менің телефон нөмірім 2 46 21 15. Тексеріңіз. 2 22 35 30. 2 72 40 55.
2, 46, 21, 15. Үй тапсырмасы. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Өрт сөндіру қызметінің нөмірі неше? Полицияның нөмірі неше? Жедел жәрдем қызметінің нөмірі неше? Газ қызметінің нөмірі неше? Құтқару қызметінің нөмірі неше? Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.